Всем привет, как у вас дела? Я хотела с вами поговорить на одну очень-очень важную тему. Многие думают, что я не знаю казахский язык. Ну, думайте, что хотите, но просто я хотела вам сказать что мен қазақ тілін білемін. Мен қазақша сөйлей аламын, мен қазақша оқи аламын, мен қазақша жаза аламын. Бірақ менің қазақша сөйлеген ешкім естімеген шығар. Бірақ мен кішкентай болғанда мен қазақ тілін прям идеально білетін едім, прям 100%-ға. Бірақ қазір мен бірінші сыныпқа көшкеннен кейін мен қазақ тілін кішкене ұмытып бара жатырмын. Себебі мен бірінші сыныптан бастап мен ағылшын мектебінде оқимын. Мен ешқашан ағылшын мектебінде қазақша мектебінде оқымағанмын. Менің достарым бәрі орысша сөйлейді. Менің бүкіл құрбыларым, достарым бәрі ағылшынша және орысша ғана біледі. Бірақ қазақша біледі, бірақ именно сөйлегенде мен олар қазақша сөйлемейді. Сондықтан және мен отбасыммен жүргенде бүкіл отбасым, айым, әдемі, әкем, анам бәрі қазақша сөйлеп жатқанда мен орысша сөйлеу мүмкінмін. Себебі менің қазақша сөйлеген маған ұнамайды. Себебі менің акцентім бар, ол рас. Мен ұмытып бара жатырмын қазақ тілін, ол рас. Мен қазақша сөйлегенде тілім былай шатасып кетеді, ол рас. Бірақ маған орысша сөйлеген ыңғайлы болса, сендерге негізі бәрібір болу керек. Себебі ол менің тілім. Мен өзім айтқанын өзім білемін. Маған сен қазақсың ба, осы қыз неге қазақша сөйлемейді, осы қыз орыс па, неге қазақша сөйлемейді дегенде маған кішкене обидно, но окей, өйткені мен өзім қазақша сөйлемейтінді білемін. Және де айтқым келгенім, ол 40 жастағы аналар, әкелер, не знаю, кто там. Пожалуйста, женщины, мужчины, хватит писать то, что я не знаю казахский. Если вы не слышали того, что я разговариваю на казахском, это не значит то, что я не знаю. Вы вот знаете, мен 40 жастан асқан адамдар қатты тиіседі қазақ тіліне. Бірақ мен білмеймін неге оларға бәрібір емес деп. Сондықтан, пожалуйста, надеюсь, вы это услышали, вы, надеюсь, это видео увидели. На будущее скажу то, что, еще раз повторяюсь, я никогда не училась в казахской школе, у меня все друзья на русском разговаривают, так что, пожалуйста, меня понять. Всех люблю, всех целую. Мамасы деген үйдің ішінде де, үйдің сыртында да, достарынан да, ол кәдімгі күн ғой. 24 сағат шықпайды ғой, 12 сағат түн болады ғой. Біз мөлдірде 24 сағат күн ғой. Оны түн деген жоқ. Біздің мамаларымыз тек үйге кіріп келсе, жұмысқа кіріп келсе, қажет келсе, күн жарқырап, іші ыстық, оған загар аласың. Күйдіріп жібереді десең. Одан сосын суға секірмесең күйдіріп жібереді.